Хайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздерге сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Көксу аудандық филиалының меңгерушісі Олжас Кенжебекұлы Қойшыбеков. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы білімді мыңды жығады. Грамматикалық тақырыбымыз күшейткіш демеуліктер. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Ақша жарату, атына сай, әділ, әлеуметтік жағдайы, бағдарлама, дәреже, емтихан парақшасы, жоспарлау, жетілдіру, зерттеу тақырыбы, жоғары арнаулы білімі, жетіп артылады, зәру, егер, егер атану, тағайындау, болса игі еді. Бірінші тапсырма. Сөйлем мағынасына сәйкес сөздерді табыңыз. Тексеріңіз. Емтихан тапсырмасын жазатын қағаз. Емтихан парақшасы. Сабақ үлгеріміндегі жақсы деген бағадан төмен баға. Орташа. Мектепті, университетті аяқтаған оқушылар, студенттер, түлек. Бағдарлама грантына, жұмыс орнынан құжат тапсырған адам. Үміткер. Орта мектепті аяқтаған, жоғарғы оқу орнына оқуға түскісі келетін болашақ студент. Талапкер. Бағдарламаға қатысу, жұмысқа тұру немесе бір нәрсе сұрау мақсатында басшыға жазылатын құжат. Өтінім. Екінші тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз. Тексеріңіз. Мұхтар Әуезов қазақ әдебиетіне сүбелі үлес қосқан. Жаз мезгілінде күн қатты ыстық болғандықтан кейбір аймақтар ауыз суға зәру болуы мүмкін. Алматыда кәсіпкерлер өз қаржысына мектеп салды. Бұл білім саласына жасаған игі іс болып табылады. Қайырымдылыққа ақша жарату әрбір адам жасай алатын игі іс. Жақсылық атына заты сай азамат. Үшінші тапсырма. Сөйлемдерді екен етістігін пайдаланып өзгертіңіз. Мысалы, Санжар 3 апта бұрын университетке емтихан тапсырыпты. Санжар 3 апта бұрын университетке емтихан тапсырған екен.
Тексеріңіз. Санжар 3 апта бұрын университетке емтихан тапсырыпты. Санжар 3 апта бұрын университетке емтихан тапсырған екен. Оның болашақта дәрігер болғысы келеді. Оның болашақта дәрігер болғысы келеді екен. Олар барған қонақ үй қымбат емес, арзан әрі таза. Олар барған қонақ үй қымбат емес, арзан әрі таза екен. Қазақстан спортшылары Лондонда болған Олимпиадада 7 алтын алыпты. Қазақстан спортшылары Лондонда болған Олимпиадада 7 алтын алған екен. 2024 жылы Францияда болатын Олимпиада ойындарына барғысы келеді. 2024 жылы Францияда болатын Олимпиада ойындарына барғысы келеді екен. Әріптестер ертең орталық кеңседе кездеседі және құжаттарға қол қояды. Әріптестер ертең орталық кеңседе кездеседі және құжаттарға қол қояды екен. Грамматикалық тақырыбымыз күшейткіш демеуліктер. Демеуліктер өздері тіркескен атауыш сөздерге нақтылау, тұжырымдау, күшейту, тежеу, болжалдық, күмән сияқты түрлі қосымша мағыналық реңк үстейтін сөздер. Күшейткіш демеуліктерге ақ, ау, ай, әсіресе, да, де, та, тешілаулары жатады. Олар сөйлемге айтылған ойға күшейту мәнін қосу үшін қолданылады. Бағдарлама бойынша тек бір-ақ студент емтиханнан өтпей қалды. Мағыналары ақ, есім сөздерге үстеуге тіркесіп, олардың мағынасын күшейту немесе ой екпінін түсіру үшін жұмсалады. Күштақ екен деп ойладым. Ай, адамның көңіл күйін білдіру үшін көбіне аяу, таңырқау мәнінде қолданылады. Зат есім мен сын есімдерге тіркесіп, оқшау сөз ретінде қызмет атқарады. Таласпа, жанымай, қолыңнан келмеске. Ау, есім сөздермен етістік, одағай сөздермен тіркесіп, қуану, ренжу, күйіну мағынасында қолданылады. Қарағым ау, қайда барасың? Әсіресе, сөйлемге күшейткіш мағынасын үстейді. Ол әсіресе өзінің атын айтқызғысы келмеді. Да, де, та, те. Өзі тіркескен сөздерге күшейту, нақтылау, айқындау мәнін қосады. Арманында, қуанышында, ренішінде жеткізуге тырысты. Төртінші тапсырма. Тиісті демеулікті қойыңыз. Тексеріңіз. Бірақ келді-ау деймін. Көріпті. Айтқан-ау деймін. Сондай-ақ олар да асан-ау, осақ, алды-ау деймін. Бесеу-ақ оқып та берді-ау деймін. Бесінші тапсырма. Дұрыс нұсқаның астын сызыңыз.
Тексеріңіз. Құжат тапсырған күні-ақ мен іссапармен Алматыға ұшып кеттім. Ертең олар әріптестерімен жиналысқа барады деймін. Мен секілді, ол да болашақ стипендиясының иегері болған. Сондай-ақ негізгі мамандықтарды меңгеру үшін 1 жыл оқу тым аз болады деп ойлаймын. Шетел университетінде магистратура оқу 1 жыл. Сондықтан 1 жылда көптеген пәндерді оқуыңа тура келеді. Әсіресе Асанның оқыған университеті Еуропада атақты университеттердің бірі. Үй тапсырмасы. Табысты адам тақырыбында эссе жазыңыз. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.